Сәлем баршаңызға, менің каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен Айгерім. Бүгін біз үй жағдайында өте қарапайым әрі тез оңай дайындалатын салатпен бөліспекшімін. Капуста салаттан тұратын және құрамы өте қарапайым, дәмі өте ерекше болып шығады. Менімен бірге жасап көріңіздер. Достар, менің каналыма тіркеліп лайк, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар, себебі алдыда жаңадан шығатын видеоны бірінші болып көре аласыздар. Капустаның сыртын ең бірінші тазалап алдым, огурцы, помидорды жуып дайындап қойдым. Енді өзіме қажетті мөлшерде капустаны кесіп турайтын боламыз. Достар, және айта кетейін, мен бұларды көз мөлшермен жасап жатырмын, сіздер де солай жасасаңыздар болады. Капустаны алып, қатты ұзын қылмай осылай бөліп турап аламыз және жіңішке етіп, біркелкі етіп турап шығамыз. Барлық капустаны, өзімізге қажетті капустаны осылай жіңішке етіп турап шығамыз. Біркелкі етіп не. Енді ыдысымызға саламыз. Барлық капустаны осылай турап аламыз. Ең бірінші алдын ала. Міне, турап алдық. Енді осының үстіне азғана тұз қосып, қолымызбен жақсылап осылай езіп шығамыз. Себебі капуста кішкене жұмсару керек, кішкене суын бөлу керек. Енді қиярды алып, осы екіге бөліп, соломка етіп, біркелкі етіп турап шығамыз. Егер сіздер азғана мөлшерде дайындайтын болсаңыздар, бір тал қияр, бір тал помидор жеткілікті болады. Міне осы қиярымызды соломка етіп турап шығамыз. Капустаның үстіне саламыз. Келесі кезекте помидорды да турайтын боламыз. Жаман жерін осылай кесіп алып тастап, соломка етіп турап аламыз. Жақсылап турап болғаннан кейін, бұны да қиярдың үстіне қосатын боламыз. Міне, турап қостым. Енді үстіне горохты, майонезді қосамыз. Және дәміне қарай, достар, тұзды салуды ұмытпаңыздар. Бұл жерде қара бұрыш қоссаңыздар болады. Дәмі өте ерекше болып шығады. Мен бірақ қосқан жоқпын. Майонезді қосып, жақсылап араластырып шығамыз. Және мен қыс мезгіліне укроп сақтағам, сол укропты қосатын боламын. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса, комментарий бөліміне жазып кетсеңіздер болады. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Міне біздің салатымыз дайын, тарелкамызға салып, дайындап қойдым әсемдеп. Осылай етсеңіздер болады. Ас болсын, менімен бірге жасап көріңіздер. Менің каналымда өте қарапайым заттардан тұратын тағамдар бар, көрсеңіздер болады. Сау болыңыздар.